Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен күшті шықты ғой деп жейтін блинни дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен 1 стакан айранымызға 1 стакан айранды кесеге құйып алдым. Осы айранға жарты шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз, сәл қойып қоямыз. Сол кезде кішкене көтеріліп, сондай реакция болу керек. Біздің айранымыз дайын болғанша қалған заттарды дайындай береміз. Таза ыдыс алып, оған 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені жоғалтып алмас үшін ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де 3 ас қасық қантымызды саламыз. Енді кішкене сұйық май қойып, осы массаны жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы айранымызды құямыз, осылай көбіктеніп реакция беру керек. Сосын 1 стакан суымызды құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Блиннидің дәмі әдемі болу үшін ванилин қосып жіберсеңіздер болады. Сосын ұнымызды аз-аздан салып, араластырып көріп, отырып саламыз. Алғашында 3 ас қасық салдым, жақсылап араластырып аламыз. Тағы да сұйықтау болса, тағы да қоссаңыздар болады. Менде сұйықтау болды, сосын тағы да 2 ас қасық ұнын қосып жібердім. Іртігін жазып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді осыны табаға қойып пісіретін боламыз. Табамызды баяу қыздырамыз. Ең алдымен кішкене сары маймен майлап жібереміз. Енді жаңағы массамызды қойып, барлығын пісіріп аламыз. Блинчикті пісіргенде баяу отта пісіріп алыңыздар. Асты қыздырғаннан кейін үстін аударып, екінші жағында осылай кішкене қызартып пісіріп аламыз. Мінекей асты әдемі болып пісіп шықты. Барлық массаны аз-аздан қойып, осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің әп-әдемі блинниміз дайын болды. Енді осының арасына салмасын салып, орайтын боламыз. Ол үшін бір бананымызды алып, майда дөңгелектеп барлығын турап аламыз. Мінекей осы сгущенканы жағатын боламыз. Енді жаңағы дайындаған блиннимізді алып, 4-тен 1 бөлігіне сгущенкамызды жағып шығамыз. Ал екінші жақ бөлігіне бананымызды қойып шығамыз. Бананымызды да қойып болғаннан соң, бірінші көлденеңінен, сосын ұзынынан осылай 2 бүктеп, осылай дастарханға ұсына бересіздер. Міне біздің тіл үйіретін блинчиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.